Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге 3 қана заттан жасалатын витаминге толы спай салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіз, өте жеңіл әрі тойымды. Ең алдымен осылай етіп, қиярды ұсақтап бөліп тураймыз. Неғұрлым осылай етіп, жіңішкелеу етіп турасаңыз, салатыңыз өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы уақытта шығатын жеңіл рецептерді ең бірінші болып көре аласыз. Келесі кезекте 40 қабатты да алып, осылай етіп жіңішкелеп тураймыз. 40 қабаттың жұмсақ жерлерін осылай етіп жіңішкелеп турап аламыз. 40 қабатты дәл осылай қуырмай табиғи қалпында пайдалану дененің зат алмасуын реттеп, майдың түзілуін болдырмайды. Сонымен қатар тағы да айта кететін болса, 40 қабаттың құрамында біздің ағзамыз үшін өте пайдалы фолий қышқылы және де омега-3 қышқылының көп мөлшері бар екен. Жіңішкелеп кесіп алған 40 қабатты осылай етіп аз мөлшерде тұз салып, қолымызбен мыжып жұмсақтау етіп аламыз. Кез келген капустадан жасалған салатты осылай етіп мыжып алсаңыз, суы шығып, жұмсақтау болып, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте осылай етіп турап алынған қиярды да үстіне қосамыз. Консервідегі жүгерін де қосып, осыларды үстіне қаймақ немесе майонез қосып араластыруға болады. Майлылығы аз мөлшердегі қаймақта пайдалансаңыз, яғни бұл дұрыс тамақтануға жатады. Мен 2-3 қасықтай майонез қостым, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Достар, менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмай, бірінші болып көретін боласыз.